Туған ұлымды қауіпті етіп тәрбиелеппін. Бала деген ананың айнасы дейді ғой. Ал мен сол айнаның сынып жатқанын байқамай қалыппын, деді Айсәуле көзін бір нүктеге қадап отырып. Төр алдында үнсіз отырған келіні мен күйеуі ештеңе демеді. Бұл үйде үнсіздік әдетке айналғанына көп болған. Бірақ бүгінгі үнсіздік тым ауыр еді. Өйткені бүгін Айсәуленің жалғыз ұлы Аян полицияға жеткізілді. Қылмысқа қатысы бар деген күдікпен. Айсәуле алғаш естігенде сенбеді. Менің Аяным ба? Әлдекіммен шатастырып алған шығар, деді ішінен. Бірақ полиция көрсеткен видеоны көрген сәтте денесі мұздап кетті. Иә, бұл оның ұлы. Өзге баланы ұрып, ақша тартып алып жатқан сол. Түннің бір уағына дейін көзі ілінбеді. Шай үстінде отырып, өзімен өзі сөйлескендей күбірледі. Қай жерден қателестім? Қай кезде бұрыс тәрбие беріппін? Аян отбасындағы жалғыз ұл. Айсәуле оны еркелетіп өсірді. Әкесі де атасы да қатал бола алмады. Бірдеңені бүлдірсе, ер балаға осындай қылық жарасады деп басынан сипап қоятын. Мектептен шағым келсе, мұғалімдерді кінәлайтын. Менің балам жаман емес, керісінше әділетті. Қорлыққа төзе алмайды дейтін. Аян өзінен әлсіздерді мазақ ететін. Бірақ Айсәуле оны өзін-өзі қорғап үйреніп жүр деп түсінетін. Кейін Аян өсе келе, өзгелерді ғана емес, ата-анасына да қатқыл сөйлей бастады. Үйдегі бұйрықтың иесі секілді болды. Ақша сұраса дереу беру керек, бермесе дауласуға дайын. Айсәуле ұлының мұндай мінезін өзіне сенімділік деп қабылдады. Ертең бұл баладан бір мықты шығады деп армандайтын. Бірақ сол арманы бүгін күл талқан болған. Таң ата есік қоңырауы шыр етті. Келіні есік ашып еді, табалдырықта полиция қызметкері тұр. Аянды уақытша қамауға алғандарын, тергеу жүріп жатқанын айтты. Жәбірленуші 16 жастағы жеткіншек. Аян мен достары оны бірнеше күн қатарынан бопсалап ақшасын тартып келген. Айсәуле әлсірей орындыққа отыра кетті. Көзіне жас келіп дауысы дірілдеп шыға сөйледі. Мен оны осылай болсын деп өсірген жоқпын. Бірақ иә, мен оның әр қателігін ақтаппын. Қатаңдық көрсете алмаппын. Алып беруге, қорғауға дайын болдым, тәрбиелеуге емес. Күйеуі де көзін төмен салды. Ол да кінәні сезінді. Бірақ бәрі кешеді. Сот процесі 1 айдан кейін өтті. Аян шартты жазалды. Әзірше бостандықта, бірақ егер тағы қайталаса түрме күтіп тұр. Айсәуле сол күннен бастап өзгерді. Ол ұлына тек аналық мейірмен емес, нағыз тәрбиеші ретінде қарауды үйренді. Үй ішінде ереже орнады. Аян алғашында қарсыласты. Бірақ бір күні өзі де мойындады. Анашым, мен сізді бұлай көрмеппін. Сіз шынымен мені жақсы көресіз бе, әлде бұрынғыдай еркелеткеніңіз бе? Айсәуле үнсіз құшақтай салды. Бұл сұраққа жауапты тек жүрек қана біледі. Бірақ ішінен іштей айтты. Мен ұлымды шексіз жақсы көремін. Бірақ енді кешігуге жол жоқ. Себебі өз баламызды біз өзіміз қауіпті етіп тәрбиелеп алуымыз мүмкін.